Assalamu алейкум, құрметлі менің қолап қуатлаушы аудиториям. Сіздерге бүгін қарақалпақша мәйек бөректі пісіріп көрсете жақпын. Бұл ауқатты жақсы асатығын үлкен, жасы үлкен апаларымыз, әжелеріміз болса, кеміз құтқылары болса, айыпқа бұйырмаң, комментарияға жазып кетсеңіз, кейінгі де құда қалсе астен-астен түзеліп баруға әрекет етемін. Мәйек бөрекке деген қамырымызды илеп аламыз. Мен ондай қосымша көп қоспаймын. Бірінші тұзын салып алайын. Кереклі болады ау деген тұзды салып аламын. Ондан кейін бір мәйек қосамын. Сосын басқа бар болса сүт қатық қосып илеп берсеңіз болады. Енді менде болмағаннан кейін қанжылым суға илеп аламын. Ондайдың босап кетпеген, жаюға да қолай болу үшін бослау қылып илеймін. Ондайдың тастай қылып илемеймін. Осы видео арқалы сосын мен сіздерге өзім таныстырайын. Кешегі алдыңғы видеоларымда маған бір апаларымыз жазып кеткен екен, өзіңді таныстыр сіңлім деп. Осы видео арқалы мен сіздерге өзім таныстырайын. Мен өзім Шомынайшы боламын. Сәрбіназ атым, фамилиям Құтлымұратова. Шомынайда туылған жерім Шомынай Мырзамұрат Абдылаев деген ауылда туылғанмын. Қазір Лелин деген жерге тұрмысқа шығып отырмын. Екі перзенттің анасымын. Күйеуім, бала-шағам бар. Руым Кенегес, өзім Қарақалпақпын. Мамам өзбек, папам Қарақалпақ. Руым Кенегес. Кенегестің оймауыты, оймауыттың сарысы. Қарақалпақ ұру сорасы ағайын болады деп, менің туысқанларым көріп атырған болса, Кенегеслер көріп атырған болса, сәлем жолдап қаламын. Айтпақшы, менің күйеуімнің руы Қылқалы. Түсіп отырған жерім Қылқалы. Ал енемнің руы болса Баймақлы. Күйеуім 94-ші жыл. Комплексный пеш соғады, камин, летний кухняларға комплексный пеш, қазан ошақларды салады. Тандыр құрады, өзбеклерский тандыр тас кірпіштен. Мен өзім спорт мектепте тренер болып істеймін. Спорт мектепте жеңіл атлетикадан тренермін. Енді арасында басқа орысша, сәл-пәл өзбекшелеу қосып жіберсем айыпқа бұйырмаң. Енді әдеби тілде сөйлемегенлігім себеплі арасында кетіп қалуы мүмкін енді. Құда қаласа, видеодан видеоға ашылсып, тек қана қарақалпақша сөйлеуге әрекет етемін. Тез жаюға қолай болсын деп үшке бөлемін. Мен мұна қыпшақ деген ұннан пайдаланатығын едік. Мен осы ұнды білмедім, бірақ атын оқымай қалыппын. Мұна ұным тым жақсы екен. Қазақстан ондай барып келіп тұра береткен налларым мощный болып шығып жатыр. Бірақ қазір жаман ұн жоқ, Құдайға шүкір. Менің бала уақытындағыдай жаңағы ішінен құрт шыққан, я болмаса тандырда тұрмайтұғын, не бір тандырымызда тұрмайтұғын ұлларды көргенбіз бала уақытымыздан. Мамамыз наллары оңбай қалып, настроениесі болмай, хаммемізді қырып жаятын еді, расын айтқанда. Наның оңбаса, иса жақпайды, сол үшін сондай күллерім болды. Бірақ қазір Құдайға шүкір. Ал соның менен қамырымыз тайын болды. Бұл кішкентай 3 бола қылдым. Енді бұл азырақ демін аламан дегенше ішіне салатығымызды таярлап аламыз. Мәйек бөрекке біреулер пиязды майға қуырып салады. Бірақ біздің үйдегілер осындай тірлей салған дәуір көреді, соның үшін майға қуырмай тірлей саламан. Пиязды үстіне майдалап турап аламыз. Семьямды айтатын болсақ,
Bizler семьяда 6 kızbız. Ul bala жоқ. Ең үлкені 88 жыл. Мен үйде 4-ші перзентпен. Менен кейін егізек сіңлілерім бар. Олар 2000 жыл. Менің алдымда 3 ажапам, одан кейін менен кейін 2 сіңлім бар. Мен ортанчы перзентпен. Алды бетімде 3 қыз болғаннан кейін енді әрбір ата-ана ұл перзентті қалайды. Соның үшін мені сәл еркек табиғатлы қылып тәрбиелеген. Өзімнің бала уақытымнан ер балалармен ойнайтын едім. Көбінесе еркек балалармен ойнайтын едім. Әйтеуір соның үшін жүріс-тұрысымда, мінез-құлқымда сәл еркек балаларға жақын. Өзім үйдің жұмысына қарағанда даланың жұмысын тәуір көремін. Үй сыпырып, посуда жуу дегендер онша ұнамайды. Бірақ мен іләшсізден істеймін. Менің папам 40 жылдың аспазы. Тойларда, мерекелерде мал сойып, палау сатып еді. Енді әзір қартайдым деп палау асқанды қойды. Бірақ үйде арасында өзі онша көп пісіре бермейтін еді ауқат, бірақ асады, асқан уақытта қатты мазалы қылып асатын еді. Өзі еркек адам анда-санда бір ауқат асады, мазалы қылып асады. Еркек адамлардың қолы мазалы болады. Мен үйде көпшілік болған үшін 3 суала істедім. Оған ішіне болса, 8 мәйек, 3 пияз қосайын деп жатырмын. Тұз саламыз. Мінекей, ішіне қосатығымыздан тайым болды. Енді қамырымызды жайып баслаймыз. Ал енді қамырынды мінекей жұқалап жайып алдық. Ішінде пиязы болғаны үшін, одан жұқа болса пиязы жыртып кетеме деп сәл қалыңшалау қылып жатырмын. Менің мынандай арнаулы кесе тұғыларым бар. Бірақ біздерде бұнда айтып жыбырлатып отырасам ба, майдалып жыбырлатып отырасам ба деп, бұдан үлкенлеу керек. Өзі мынау ең үлкені, осындай көпшік арнаулы кесе тұғының ең үлкені. Бұндай майдалап жыбырлатып, бұған өзімнің нервім шыдамайды. Соның үшін ауыл байскиімізге барамыз. Мынандай алюминий су қайнататын шайнегім бар. Соның қақпағымен үлкен-үлкен қылып кесе береміз. 2-3 суаладан әрқайсынан осындай қалғанда бір үлкен бір суала болады. Соны жақсылап мұшылап, қайталдан жайып, кеспас қылып, жартысын майда күртік қылып кесіп қоямын. Сөйтіп, асығыс уақытларда ауқатқа салып жібере қоямыз. Кесеға осындай қылып азырақ су құйып аламыз. Ортасында азырақ құятығын жерін қалдырып, екі шетін жақсылап жабыстырып аламыз. Мәйек бүріп, азырақ машақатлау енді. Жаясаң, бұны бүгесең, сосын оны құйып, пісіресең, азырақ жұмыс көбірек, бірақ мазалы ауқат. Мәйек бүріктен басқа біздерде уыз бүрігін пісіреді, көбінесе мал туған уақытларда. Бірінші уызын жеуге болады дейді, қалғанларын жеуге болмайды дейді. Енді мен анығы білмеймін, бірақ мамам сол бірінші уызын пісіретін еді, қалғанларын ащы уызын пісіретін еді, қалғанларын болса қамырға құятын еді. Мінекей қазанымыз тасырлап қайнады. Бұл тек қана су, қара су. Енді бұған бір қасық тұз салып жібереміз.
Мінекей қамырымызды барлығын бүгіп болдық. Енді мәйек бүрегімізді құйып бастаймыз. Өзімнің арнайы осындай мәйек бүрек құятығын шөмішім бар. Сонымен құйып бастаймыз. Мәйек бүрегіміздің қамыры сәл қаттылау болғаны осы жерде де пайда береді. Себебі бос болып кетсе, қамырымыз ырбиып кетеді. Адамлардың ойлап таппайтын жоқ, мына шөміш қатты бір пайдалы зат екен. Болмаса бала кезімде қасық рас екен. Қасықпенен құйып, оның үстіне ол қасық мынаның ішіне жағын, табақтың ішіне түсіп кетіп, сөйтіп азап беретін. Енді мынау тым жақсы. Біреу-біреуіне жабысып қалмау үшін әрбір сүзіп алғанымнан кейін үстіне қатты құйып барамын. Басты бетіне де. Менімше пісіп қалды. Ал енді бұны сүзіп аламыз. Үлкен екен. Мощный мәйек бүрек бұл. Шығып атырды. Бұны шетке алып қойып тұрамын. Екінші партияға сен құя береміз. Мен мінекей қамырыма әммесін құйып болдым. Азыр 1-2 минут қайнаса, табағыма сүзіп аламын. Өз алдына подносқа салып ала қояйын дедім. Себебі көп болған соң бәрібір бір-біріне бірігіп қалуы мүмкін. Ал соның менің мәйек бүрегім пісті, енді астына өшіре берсеген болады. Табағымызға сүзіп аламыз. Хау балам? Қасық ба? Не зат? Осы жерде арасына қатық сөз жібермесем, бір-біріне жабысып